Ассалаумалейкум, сайгылы сeyirciler, диққатыңызға хабарлар программасы тақдим етіле. Студияда мен Левиза Сейдбілялова Чалшам. Бүгін программамызда Назирлер шурасының рейс муавины Руслан Бальбек Русия Федерациясының Девлет шурасының мебусы олмаған ниетini білдірді. Апрелінің бірінден ордуға бар чағырулар башлана. Ахмеджетте Қырым-Татар милли әрекетінің етікчісі Бекир Османовның хатырасыны андылар. Құлчук койның бала бақшасында яңы милли группа açıldı. Керешке четінде құрылаятқан көпірнің теремесіне турк шіркетінің гемесі келіп ұрылды. Бұл адисенің нетижесі оларақ бір тереме yok етілді. Хомшу теремелер исе бозылдылар. Экипаж азалары зарар көрмеділер. Шымдыки вақытта құрыжы кетірілген зарарны белгілей. Крымский мост адлы малюмат мерkezінде ишандыралар ахибетлердің yok етілігі ишлердің мүддетлеріне тесір етмейчек. Хатырлатамыз, Русия Федерациясының президенті Владимир Путин Қырымға иш зияреті еле келгенде Керешке четінден көпір құрылығының екілі мүддетлері ақында білдірді. Президентінің сөзлеріне көре 2018 сененің сонында көпір эксплуатацияға көрсетілежек. Русияда сентябрь айында Девлет думасына мемлекетінің юқары қанун чықарыжы органына сайлав олып кечежек. Қырым Жұмхуриет Назирлер шурасының рейс муавины Руслан Бальбек эвел кечірілген рейберювлердің иштиракчысы олды. О Единая Россия адлы фирқасындан 7-нче кере чағыралған Русия Федерациясының федераль топлашының Девлет дума мебусына намзеттір. Тafsilatlar ile Айша Шулакова. Қырым Жұмхуриет Назирлер шурасының рейс муавины Руслан Бальбек азырлық сайлавларының жедвелінде қайдетілді. Оның білдіргеніне көре, бұл сайлавларда иштирак етмек қырымлылар үшін тарихи эмиет ташыған вақыадыр. Ярымада сакинлерінің менфаатларыны Девлет думасының мебуслары мұтлақа тақдым етмелилер. Я как представитель крымско-татарского народа горд, что могу оказаться первым крымским татарином в высшем законодательном органе Российской Федерации. Поэтому это для меня большая честь. О своем решении я сообщил главе республики Сергею Валерьевичу, он одобрил. Поэтому если поддерживают крымчане, то готов отстаивать права крымчан вне зависимости от национальности. И, естественно, быть полезным крымчанам Республики России. Бунен бір сырада Руслан Бальбек қайдетті ки, Девлет думасына мебусларының сайланылығы Қырым Русия ұқуқи мейданына бүтінлей қошылғаны тамам иле екінленді. Қырым сакинлері энді жемиетінің сияси яшайышында федераль севиеде иштирак ете білелер. Благодаря личным контактам с депутатами Госдумы, благодаря поддержке руководителя Госдумы у нас, естественно, налажен действенный механизм. При наличии наших избранников, то есть это от крымчан, наших представителей, это будет давать возможность, конечно, получать и обратную связь. Люди будут привязаны к территории, будут, естественно, уже сами собственными глазами видеть и слышать проблемы, которые беспокоят крымчан. Умумен Русия Федерациясы бойынша азырлық сайлавларының 1122 иштиракчысы қайт олындылар. Олардың арасында Қырымдан 10 инсан. Нәтиже сайлав майысының 22-сінде олacak. Айша Шулакова, Асан Зевадинов, Миллет үшін. Улу Маарифчымыз Исмаил Гаспринскийның 165 жыллығына бағышланған тәдбірлерінің өткерілмесі Ботун ярымадада девам еті. Кеченлері Эрмени базарда ве Ахмеджетте Франко адына Қырым Жұмхури илми китапханесінде де тәдбірлер олып кечті. Имя просветителя не подвластно забвению. Были серлевалы эдеби музыкаль ахшам Қырым Жұмхуриет медениет назирлігінің дестегі иле. Жизнь замечательных крымчан программа черчевесінде өткерілді. Бұл тәдбірде илми педагогика жемиетінің векілері, музей хадимлері, ве Ахмеджет оқу федерелерінің талебелері иштирак еттілер. Çok taraflama tesiri oldu. Birinci ebet matbuat tarafından bizim matbuatımızın ilerlemesine yol açtı. Қырым-татар тілінде газетлер, журналлар çıkmasına, hatta балалар ve hanımlar için ayrıca. Ondan gayrı da pek güçlü bir içtimai tesirler oldu milletke, özünün fikirlerinden ve hem de evet tabii ki siyasi tesiri. Çünkü onun tesirinden beraber devlet dumalarında bizim vekillerimiz onun fikirlerini açıkladılar ve dünyaya yaydılar. Хатыра ақшамда Бақчысарайдaki Гаспринский адына музейінің яратылуы ақында оның әрекеті вейджади фаалиет ақында икейеттілер. Бұнен бәрабер Маарифчи yazған ширлер оқылды. Ve men belesem bu adım daha da İsmail Gasprinskий'nin adını ve onun
тарихке ве медениетімізге олсын, тәсілімізге олған қошқан иссесіні daha da yaygınlaştırmak için ve daha da çok insan tanıması için keçirildi. Akşam teşkilatçıları Halklar Dostluk Evi adlı devlet büdjet müessesesi ve Franko kitapxanesinin ülkeşinaslıq bölügü oldular. Целью этого мероприятия Bu tedbirinin maksadı İsmail Gaspralı'nın bedi ve ilmi hareketini rağbetleştirmek ve yaş nesilge Kırım'da nasıl istidatlı insanlar yaşaganını bildirmektir. Ermeni Bazar Merkezi Şehir Kitapxanesinde de talebelerge ulu marifçimiz İsmail Gaspralı hakkında hikaye ettiler. Balalar aytkanına göre olar hatır akşamını beğendiler ve çok meraklı malumatlar aldılar. на этом мероприятии я Bu tedbirde men İsmail Gaspralı hakkında çok meraklı malumat aldım. O marifçi, yazıcı, hoca olgan edi ve öz halkı için çok işlerini yaptı. İsmail Gaspralı'nın adı ile Yarımada'nın sokakları ve kasabaları adlandırılgan. Bundan gayrı Akmecit ve Bahçesaray şehirlerinde onun hatırasına bağışlangan abideler tıklendi. Alime Kaybulayeva, Ramazan Alivapov, Mavile Eyüp, Millet için. Aprelin 1'inden orduğa bar çağıruvlar başlana. Kırım Tatarlar arasında hizmet etmege istegenlerinin sayısı 2 kerege arttı. Şimdi Rusya ordusuna, Ukrayn ordusuna bakında erifler aveslikten keteler. Askerlerge yaxşı emek, arbi zenat almak imkanı ve hizmet yekunlengen son bayağı imtiyazlar temin etilecek. Kırımdan orduğa çağırganlar endi 2 kere Rusya ordusuna koşulgan ediler. Olarının arasında 120'den ziyade Kırım Tatarlar. Olar eposu Yarımada'da hizmet geçiler. Asker Arsen Manbuşev zenat boyunca Aydavcı Elektrik OS divizyonunu energetika ile temin etti. Arsen bile arbi bilet ona gelecekte devlet organlarda çalışmak için çoktan çok imkaniyet açacak. Служили 100 дней, вроде бы понравилось. Hizmet ortada 100 gün bulunduk. Beğenemiz. Ağır değil. Men özüm Akmeci şehrinde yaşayım. Ahyarda hizmette bulunam. Kırımda kalganım için pek memnunum. Askerler hikaye etkinine göre olarının kısmına yanı arbi texnika yetkizildi. Teminat ve turmuş şarayetler bayağı güzelce oldular. Eren Kurseyitov geçken sene iyul ayından Karadeniz flotunun Zenit raketa polkunda hizmet etti. Могу сказать, что армия для Erkek birinciden orduda hizmetligini keçmek gerek. Osman Beytulayev orduğa çağırılganından geldi. Bundan kaçmadı. Memnuniyetle Rusya ordusu sıralarına koşuldu. Şimdi o arbi kısımda Aydavcı Elektrik gerekli bilgilerini menimsey. служба нравится. Her şeyini beğenim. Mında vakit çeşit türlü sportif tedbirler geçirili. Kırım Tatar Milli Hareket veteranı Seyit-Veli Seyit-Mehmetov Kırım Tatarlar Kırım Rusya adlı teşkilatının yolbaşçısı. Yakında orduğa öz torununu alıp geldi. Seyit-Veli ağa torunu anlı şekilde böyle yolunu seçkeni ile gururlana. В прошлом году захотел пойти в армию. Menim torunum keçken yılı hizmet etmege istedi. Prokuror vazifesini becereydi. Lakin hizmetke barmağa istedi. Eğer istedi o zaman ketsin. Ahyarda hizmette bulunam. Torunum ayta ki olarga yaxşı davranalar. Anda namaz kılmak için odalarda bar. Kırım'ın halk drujinaları yaratılığı Kırım Bahri'nin temsillerinden biri oldu. Enver Kurtametov Bugonuli Şekilyonov'un rota komandiri oldu. Onun fikirince Ukrayna öz ordusunu gerekli gibi temin etip olamaydı. Endi bizim vatandaşlarımız da gurur ile hizmet etmek imkanları var, dep saya Enver Kurtametov. Украина даже не могла обеспечить свою армию. Ukrayna öz ordusunu teminlemek olamadı. Çağrıvlar belgelenmedi. Bizim çağrıvımız sonki edi. O da ta 1998 senede olup geçti. Bundan son da çağrıvlar olmadı. Çünkü Ukrayna hakimiyeti adi askerlerge yardım etmedi. Onlar öz faydalığı için çeşit makinatsiyalarını geçirediler. Kontrakt hizmetini bile yarattılar. Ama anda da hizmet etmege istegenler az edi. Ukraynaga bakkanda Rusya ordusunun maddi durumu yaxşıca. Nazirler Şurası'nın reis muavini Ruslan Balbek kaydetkeni gibi Kırım Tatarlar halk olarak bugün büyük içtimai faalligini göstereler. Adamlar o günde büyük gelecek açıla. Чем быстрее крымские татары начнут реализовывать себя и в общественной, политической плоскости, тем быстрее пойдет реализация вот тех потребностей, тех накопившихся вопросов, которые десятилетия не решались. Без взаимодействия гражданского общества, не опираясь на мнение людей, то есть никогда не будет вот тех эффективных решений, никогда не будет тех результатов, которые мы достигли за 2 года. Rusya ordusunda arbi zenat elde etmege istegen yaş eriflerini bekleyler. Olar devlet vazifelerinde politsiyada çalışmağa başlaganda büyük imtiyazlar elde edecekler. Kırım'dan orduğa çağırganlar ileride de hizmetini Yarımada'da geçecekler. Hizmet müddeti 1 yılını teşkil etti. Ayşe Şlakova, Viktor Yelancov, Millet için.
Ахмежитнің Слуцкого соғағында яшаған Бекташевлар айлесіні қомшылар шерге баққан мүлкиетіні махкеме вастасы иле йықмаға мечбур етелер. Даваның себебі неде ве ақиқат кімнің тарафында? Біздің ижади группамыз вазиетіні аңламаға тырышты. Даваның себебі 6 квадрат метр. 1998 сенесі Гүлнара Бекташевға сөргүнлер етілгенлер үшін мескен айрылған фонтан вақтынша эв айрылған еді. Бұл екі одадан ибарет олған күчік евчік. Бекташевлар бұл евге уфақ ашқане қошып құрдылар. В 2010 году приехали граждане... 2017 Русиядан Қырымға Руденко әлесі келді ве азбар территорияны яваш-яваш запт етіп башланды. Бұл менің шахси параларыма құрылған аран мағаз. Махкеме бұларны эпосыны Руденко әлесіне тесім etmege mecbur etti. 8000 рублей. Бұл араларны вақтында бошатмағанымыз үшін менің нефахам параларымдан 8000 рубле тұтып алдылар. Не үшін мен нефахаджи оларақ бұл параларны төлеме керекім. Бекташевлер айлесі 5 адамдан ибарет. Оларын эпысы 2 одада сықыналар. Аран үй мағазын yoksuzlığı себебінден өз күчік евчігіне шефке да бір шелер қошып құрмаға мecbur еді. Анда о алетлер ве консервация сақланыла. Шефкет Бекташевның айтқанына көре қомшылар ашқынені ве бұл күчік құрыжылықны йықмақны талап етелер. Шымды олар әнді мескен бозылығы үшін махкемеге мұражат еттілер. Бұл мескен шерге бақа бір шер мүлкетіні боза білеміз ма? Мен қорантам үшін бір шерлер алмақ еріне адейджілерге паралар масраф етем ве шерні мүлкетіні олған евні қорчалайым. Бекташевлер дослық мұйытынды яшайлар. Құрылған одалардың йықылмасына башқа қомшылар қол тұтмайлар. Умуми фикір, біз бұл евні теген қалдырмақ хақтар риджа етеміз. Бұл мескен азбарымыздаки башқалардан айырылмай, айле яшамақ күн кечірмек керек. Бұларны епісі йықмамақ үшін біз акимиятны ве ер кызны бұл қомшуға тесеретмек хақтар риджа етеміз. Узинянда о қадар шей құрды, бір қача айлеге етер. Кімсе бұл құрыжылыққа қаршы дегіл. Аллаймыз бұл екі балалы айле. Да эркез бойле яшай. Комшулар айтқанына көре Руденко айлесі күчік евні сатын алды ве қанунсыз оларақ кенішлейі башлады. Комшулар да бұна разылық бермеген еділер. Шевкет Бекташтың адлиежесі қайдетті ке Руденко айлесінің әрекетлері қанунсыздыр. По действию законодательства любые... Канун бойынша умуми шекелде қолынған топрақта әр бір құружылық тек умуми разылық еле япыла біле. Ләкин дегер комшуларының разылығы вирусет берген висекалар олмасы біле бұйық ев құрылды. Насылдыр елінен бұл висекалар доғырланған. Евгений Руденко или біз телефон вастасы или бағландық. О шахси көрішмеге істемеді. Скажите, вы согласны дать нам комментарий? Нет, никаких комментариев. Они прекрасно, ваши, тех, которые жалуются, прекрасно знают. И я не хочу больше об этом говорить. Нам уже 5 лет на мозге компенсируют. Извините, пожалуйста, я тоже, у меня муж реабилитирован, и мы нигде ничего не ходим. Они нам уже задолбали мозги. Все, извините. Бұл мореке вазиетні алетмек үшін біз Ахмежит шер мемориетіне мұражат еттік. Ама меморлардан біз іч бір тефсірлер алып оламадық. Эвелке кебі біз вазифе бежеген шақслардан малюмат беклейміз. Насыл етіп инсаны шерінің мүлкеті олған мескені йықмаға мечбурламақ мүмкін. Гүлнара Каримова, Нариман Тарсинова, Руслан Хохлов, Миллет үшін. Қырым-татар медени тарихи асабалық музейінде Қырым-татар милли әрекетінің етікчісі Бекир Османовның хатырасыны андылар. Тәдбір Бекир Османовның 105 жылығына мамнусибеті еле өткерілді. Мұхберіміз Мавели Эю бұл мерасимнің кетешатында Ослев қасында тәфсілетлі тариф етем. Хатыра тедбірі әдет үзре дуа еле башланды. Мерасимде Бекир Османовның сой акрабалары, милли әрекет ветеранлары, оның савдашлары, чешет тешкилатларының иштиракчилері булундылар. Оз чықшында олар Бекир Османов Қырым-татар халқының ақуқларыны қорчаламақ ве ана топрағымызға қайтмақны қайғырған шақыз олғаныны қайдеттілер. Бекир аға кебе инсанлар бар еді халқымыз арасында, ама пек аз. Бір тарафтан истидатлы бір инсан. Ve pek büyük hisse koşkan milli hareketimizge halkımız ve tanına kaytmak için pek büyük hisse koşkan bir insan. Evet böyle insanların hiçbir vakit unutmamaslık gerekmez. Her bir Kırım-Tatar'ın hatırasında aslında olmak gerek. Бекир Османов женг вақтында Қырым партизан әрекетінде меркези штабының разведкачысы oldu. Қырым азат етілген вақытта Бекир Османов топрақ мәселелері бойынша халық комитетінің рейс муавини olған еді. Ғұрбетлікте Оджиппар Акимов еле Қырым-Татар милли әрекетіні тешкіл еткенлерден бірі еді. Бекир Османов бүтін халыққа, бұнен берабер оғлына белі саясетчі Юрий Османовға озының тәжірибесіні, халық менфаатларыны қорчаламаға огреткен еді. Қадетмелі ке Москвадан махсус тедбірге Бекир Османовның қызы
арызы ве торыны тешіріп бүйірділар. Қызы Тамила ханым бабасыны бойлы хатырлай. 1956 года начался... 1956 сенесінден башлап, халқымыз ватаға қайтмақ үшін милли әрекетіні тешкіл еткен еді. Бұл ішіні бежермек бабамның о күнде тұрайды. Афта, кемерде афтада бір қач күн, evimizde milli әрекет iştirakçileri toplanıp, hükümetten ақ құқыларымызны талап етеділер. Олар бераберлікте қанун бойынша қойған вазифелеріні чезеділер. Бабам хатырамда en sevimli ve халқымызны қайғырған инсан olarak ebedi қалacak. Тедбір девамында әмде фотовесиқалы серге нумайш етілді. Бекир Османовның омуры ве фаалиетінен бағылы олған архив весиқалар тағдым етілді. Бекир Османов Қырым татар халқының садық оғлы оларақ халық тарафындан урмет қазанды. Бөлек бір инсан Қырым татар халқының ғұрырыдыр. Мавиле Июб Рамазан Аливапов миллет үшін. Бүгін Ахмечит шерінің милли китапханемізде Наврез байрамы қайдетілді. Мерасимні тек китапханенің хадимлері дегілді, дегер фаал инсанлар тешкелетті. Тедбірде бізі мұхберлерімізде болынды. Наврез байрамы Қырымның чешет регионларында қайд етілді. Енді Невбет Исмаил Гаспринский адыны ташыған китапханеге келді. Байрамға талебелер, ана-бабалар, жемат ербаблары, ержеви ойынчылар тешіп бұрдылар. Китапханенің мудиры Гүлнара Игяева бөле мерасимлердің емиетіні қайд еті. Түрки халқыларда бұл байрам бар. Біздің Қырым татарларда бізде қайд етеміз. Қырымда қайд етіле бұл байрам. Негізге байрам қайырлы олсын. Бүгін біздің китапханемізде Бұле бір güzel бір тедбір кечірілетті. Мерасимнің тешкілятчыларындан бірі Қазан татар Мұхтари Джемат тешкілятының президенті Светлана Небиева бұл байрамны Қырымда қайдеті. Оның айтқанына көре, бөлекі бұл байрамларға жематымыз қатнамақ керек. Чөнки мұнда инсанлар халқларының әдетлерінен яқынжа таныш олалар. Исәнмісіз туған достарым, сізні байрам білен құтлайбыз. Сізге саулық, исәнлік, хайырлы яшлар тілеп қалабыз. Азербайджан миллет векілі Арифе Мұхтарова айтқанына көре, Қырым ярмадасы оның үшін туғған ердір. Мұнда ер соққақ, атылған ер бір адым тарихтыр. Оның фікіріне көре, Қырым халқы бұчаслы ве муабет инсанлардар. Арифе ханым Қырымда 20 жылдан зияде яшай. Бұл вақы девамында о іч бір кимсенен қавғалашқаны yok. О китапханенің хадимлеріне бұйық тешекүрлер білдірді. Чүнки олар бүтін халық векілеріні бір ерде топлайлар. Бұл байрам демей олар ki bütün халқлары Navruz bayramı keçirən xalqları bir-birinə hörmətə səsləyir. Və bu bayramı həyata keçirən xalqlar digər xalqlar üçün bir nümunədir. Bayramda nam qazanğan artist Dilaver Osmanov da iştirak etdi. Acımanbet, Kurtmanbet, Calmanbet, men Bormanbet, Hasmanbet, men Bosmanbet, Kalmanbet, men Bormanbet, Acı Temir, Bek Temir, Avamıl, men Şavamıl, Acı da Molla, Kurt Molla. Zilmi açı, zilfatla kaha silmi yaralmi, boyla boylu şeydi, papi ayak veridi. Kavu çalmaz fakriye, çullu başı şaziye, kırmızı biber sabriye, kırmızı biber sabriye, kırmızı biber sabriye. Tedbirni küçük Meryemçik o'z o'yinin yaraştırdı. Böyle bayramlarının maksadı halklarını birleştirmek, vatandaşlarımız urf adetlerimizni unutmamak maksadını ötkərəli. Atalar sözlerimizde aytıla ki, kim o'z tarixini bilmese, onun geleceği yok. Abdullah Osman, Dilara Şevketova, Edem İsmailov, millet için. Kulçuk koyunun Radniçok adlı balabakçasında terbiye eki tilde alıp barılgan Umka adlı gruppanın tantanalı açılığı olup geçti. Taqdim merasiminde muhbirimiz Safiya Şukurova oldu. Билингваль, яғни екі тілде тәсіл алған группа оқу yılının başında yaratılған еді. Бұл группаға 30 кенже қатнайоларының ярысы Қырым татарлардыр. Рус тілінден ғайры олар милли Қырым татар тіліне өгренелер венді бұйық мұвафықайтлерге ерештелер. Бала бақчасының тәрбиежісі Динара Умерова Қырым татар тілі бақчада интенсив шекілінде кече. Дәрслерде, турмуш аятта, концертлерде ve мерасимлерде. Aynı böyle usul küçük balalar için dünyada en faydalı sayıla. Derslerimiz pek sade oyun şekilde keçiliyor. Birinciden biz Rus tilinde yanı sözlerini öğreniyoruz. Sonra oyun şekilde Kırım Tatar tilinde de onun sözlerini tanışabiliyoruz.
балалар әвеслеклен огренелер. Родничок адлы бала бакчасында бүгін буюк байрам эки тилде огренелген группанын тантанылы ачылуы олып кечти. Тербиежилер өз истедатларını нумайыш еттилер. Мересимде шанлы мусафирлер болунду. Олар бөле группалар ачылуунун мөһимлигини кайдеттилер. Обучение двух языков это Эки тил огренелүүгө балачыклардын инкишаф этмесине жардам берем. Менимче балачыклар чешит тилерде сербест лаф этмелилер. Тиллер огренелмеси чешит халклардын медениетинен ве дегерликлеринен якынча таныш алмага силтем бере. Родничок бала бакчада 6 группа бар. Умумен 200-ге якын бала катнай. Балачыклар мусафирлерни Наврез байрам менен хайырладылар. Ве күчүк бар темсилини өстүрүлген богдай эдие еттилер. Ахмеджет район мемориятынын баш муавини Руслан Якубов кайдетти ки, келечек вакытта бөле группалар кет-кете чоңошажак. Ахмеджет район меморияты бөле группаларынын ачылууна кол тутажак. Биресем келечегimiz bizim балаларымыздан баглы ve олар ана тилini unutmamak gerekmiler, bilmek, öğrenmek gerekler. Biz böyle işimizden devam edeceğimiz bütün köy kasabalarda gruppalar, milli gruppalar ya da iki tilde gruppalardan açılacak, devam edilecek bu iş ve administrasiya buna kol tutacak. Ана бабалар бөле такымнын ачылууна кубаналар ве чоқ медетлик Кырымда яшаган халклардын тилерини ве урф-адеттерини билмек керек дейлер. Мы живем в Крыму. Бала бакчада бөле группа ачылганындан пек мемнунум. Энди балам эм кырым татар, эм де рус тилинде тербиеленежек. Балам энди мени кырым татар тилине öğretip башлады. Биз үчүн эки тил öğrenmek муимдир. Чүнки чоқ ысы ярымаданын сакинлери эки тилде лаф этейлер. Шу себептен bizler бу эки тилни öğrenмелибиз. Умка билингваль группасында тербиеленген Елизавета Парфенова Кырым татар тилинде шыйыр айтты. Мусафирлер балалар насыл шарайтты ойнаганларыны, юклаганларыны бакып чыктылар. Оларга Ахмеджет район меморияты тарафынан алынган меблелерни көстөрдүлөр. Якын келечекте Сарабуз кöyүндө бөле билингваль группа ачылачак. София Шукурова, Эдем Исмаилов, Миллет үчүн. Ешімділік бұл олған малюматларымыз еді. Хаберлерінің невбеттеке чықшыны хатшырманыз. Біз еле олыңыз күрішіне күзірем. Сағылықне қалыңыз.